Қайырлы күн достар, бүгін ірімшік қосылған құймақ жасаймыз. Ол үшін барлық заттарымызды алдын ала дайындап аламыз. Ас көгімізді ұсақтап турап, ірімшікті теркіден өткізіп дайындап аламыз. Келесіде құймаққа бізге 2 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаға қант, тұзды салып жақсылап араластырамыз. Сүтімізді, жылы су және сұйық майды құйып, тағы араластырып. Дайындаған ірімшік, аскөгіміз және де онымен қопсытқышты салып араластырамыз. Табағымызды майлап, қыздырып қызып тұрған табаға құймағымызды пісіреміз. Құймақ өте дәмді, тойымды болып шығады. Жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.